Жеке тұлғалар 3 наурыздан бастап банкроттыққа өтініш бере алады. Облыстың мемлекеттік кірістер департаменті банкроттық туралы заң негізінде кең ауқымды түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Толығырақ алдағы бейнематериалда. 2022 жылдың 30 желтоқсанында мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы Қазақстан Республикасы заңына қол қойды. Бірақ заң ресми жарияланғаннан кейін 60 күн өткен соң күшіне енеді. Бүгінгі семинарға Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің жауапты лауазымды қызметкерлері қатысты. Жиында жалпы заңды іске асыру, яғни заңның негізгі мақсаттарын айқындап, жеке рәсімдерге тоқталып түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Банкроттықтан кейін пайда болатын қойылатын шектеулерді де атап өтті. Сотансыз банкроттықта біріншіден жаңағы 1600 айлық есептік көрсеткіштен барлық қарыз сомасы аспау керек. Одан кейінгі төлей алмау қабілеттілігі 12 ай болу керек. Үшіншісі жаңағы меншігінде мүлкі бар жоғы тексеріледі. Төртіншіден және өзінің кредиторымен қалпына келтіру үшін урегулирование жасалды ма жасалмады ма соны тексереді. Негізгі заң талаптарынан бөлек 5 кодекс пен 11 заңдарға өзгертулерді көздейтін ілеспе заң жобасы қаралған. Заң жобасының негізгі мақсаты заң нормаларын бұзған үшін тиісті әкімшілік жауапкершілік белгілеу. Мысалы, азаматтың кредиторлар алдында өзінің міндеттемелерін орындаудан жалтарту мақсатында банкроттық арызбен әдейі өтініш үшін 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл көзделген. Жалпы ұсынылып отырған нормалар осы саладағы заңды қатаң сақтауға бағытталған. Айол Мышнасилова, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 7-7 Ньюс.